өзі рас, сөзі рас. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөзде еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Әмәнді оқымаған кісі бар ма? Уәгді бихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер. Жарлық беріп сезерге сөзді бар ма? Заманы, шаруа, мінез күнде өзгерді. Оларға кез-кезімен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мағлұқ өзгерер, Алла өзгермес. Әхли кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бұл сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділ етті. Осы үш сүю болады иман егін. Иманның асылы үш деп сен тәхқиқ біл. Ойландағы үшеуін тараптып бақ. Басты байлық жолына мал өту. Дінде осы, шын ойласаң тағатты өсі. Екі дүние бұл дости хақтың досы. Осыларды бұзатын және үш іс бар. Пайда, мақта, әуес қой, онан шошы.